Кейде тарих ұзақ уақыт үнсізлік сақлайды. Сырдарияның кең ағыслары һәм Ферғананың өнімдар алаплары арасында жоғалған салтанатлардың ізлері жасырынған. Олар хақында аз сөз етіледі, бірақ оларсыз кім екенімізді түсініп болмайды. Қан һәм Даван уақыт құмларына сіңіп кеткен, бірақ бүткілдей жоғалып кетпеген екі атама. Олар қандай үлкелер еді? Яғни ярым әпсаналық көшпелілер ямаса рауажланған экономика, құрамалы сиясат һәмде өзіне тән дүние қарасқа ие мемлекетлер ме? Біз әйемгі шығыста тек қана ахаманилердің даңғын ямаса Александр Македонскийдің көлеңкесін ғана көруге үйреніп қалғанбыз. Бірақ бұл жерлерде өзлерінің ғаресіз, қатаң һәмде жанлы мемлекетшілік тәжірибелерін жаратқан салтанатлар да болған. Яғни бұл жерлерде жасаушылар қалалар құрған, сауда-саттықпенен шұғылланған, жүзім жетілстірген һәм қоңсыларынан қалыспайтұғын өзінің әскери системасында жаратқан. Мүмкін бұл қалалардың айрымлары елге шекем аяқларымыздың астында тас, лай һәмде құм қатламларында жасырынбақта. Асықпай, бірақ майда шүйдесіне шекем ітбар қаратқан халда бүгін біз жайғын жойбарымыздың кезектегі санын баслаймыз. Бүгін біз сіздерменен хан һәмде Даван ізлері бойынша саяхат етеміз. Антик Тауыр Өзбекстан аймақларында рауажланған мемлекетлердің бірі Қан мемлекеті. Айымғы Қытай деректерінде Қан мемлекеті бар екенлігі хақындағы мағлұматлар біздің эрамызға шекемгі 2-ші әсірге тура келеді. Яғни Қан мемлекеті біздің эрамызға шекемгі 3-ші әсірдің басларында пайда болады. Сондай-ақ грек Бактырия мемлекеті һәм қоңсылас көшпелі қауымлерменен болған күреслердің нәтижесінде Қан мемлекеті және де бекемленеді. Һәм деректерде Орта Азиядағы ірі мемлекетлердің бір іспатында тілге алынады. Мемлекеттің аты Қан, Қаңар, Қаңуй деп аталған қауымлердің атынан алынған болып этимологиясы тартысылы есапланады. Яғни Қан мемлекеті тикарын құраған қауымлер Сырдарияның орта һәмде төменгі ағысларында жасаған. Мемлекет дүзілген дәслепкі дәуірде оның аймақлық тикарын Ташкент оазисі құраған. Сыртқа әскери хөжімлер себеплі Қан мемлекеті тек қана бекемленіп қана қоймастан өзінің сыртқы шекараларында кеңейтіп барды. Яғни біздің эрамызға шекемгі 2-ші һәм біздің эрамыздың 1-ші әсірлерінде Қан мемлекеті аймағы әдеуір кеңейді һәмде Ташкент оазисі, Орта Сырдария жерлері, Талас ойпатлығы һәм Шу дариясының төменгі ағымындағы жерлерді өз ішіне қамтып алды. Қан мемлекеті хақында бізге шекем жетіп келген деректерде бұл мемлекет хакимияты қалай басқарылғаны, басқару тәртібі һәм формалары хақында анық мағлұматлары сақланып қалмаған. Үлкен хан династиясы тарихында біздің эрамызға шекемгі 202-ші, эрамыздың 25-ші жыллары Қан патшасы өз ақсақаллары менен мәслихатлесіп іс тұтқанлығы хақында мағлұмат беріледі. Бұнан шума шығарған зерттеушілер сол дәуірде түзілген Қан мемлекетінде кеңес ахметлі роль атқарғанын, мемлекет кеңесінде қауым баслықлары, әскери саркардалар белсене қатынасқанын һәм олардың пікірі шешуші ахметке ие болғанын атап өтеді. Демек, сол дәуірлерде патша сарайы жанында кеңес бар болып, патшаның ішкі һәм сыртқы сиясаты һәм басқа да барлық мемлекет іскерлері һәм басқаруына байланысты мәселелер әне осы кеңес мәжілісінде шешілген. Қан мемлекетіне қарасты жерлер бірнеше уалаятларға бөлінген болып, олардың әрбірін Жабғу, ямаса Ябғу, Айымғы Қытай деректерінде Шчаову деп аталған хакімлер басқарған. Жабғулар мемлекет басқаруында Қан патшаларының текарғы таяншы есапланған. Жабғулар патшаларға жақын адамлардан, олардың туысқанларынан, ірі ру қауым басшыларынан тайынланған. Сияси түзілме іспатында Қан ітімал біздің эрамызға шекемгі 2-ші әсірге шекем қалыплескен ярым көшпелі һәм ярым отырықшы қауымлердің Қан көсемлері қол астында бірлескен әр түрлі
ауқамлардан ібарат болған. Дәслеп болуынша үлкен болмаған қауымлер ауқамнан ібарат болып, құблада юотшилер хакимиятына бойсынса, шығыста хунларға ғарезлі еді. Біздің эрамызға шекемгі екінші эрамыздың екінші әсірлерінде Асия-Ақырын ол құдіретлі мамлекетке айланды. Бұл дәуірде қан мамлекетлі дереклерде 120 мың деп көрсетілетұғын күшлі армияға ие болған һәм Қоңыз Қытайға салыстырғанда жүдә ғаресіз сиясат алып барған. Археологиялық деректердің гуалық беруінше қан әскерлеріндегі атлылар юочи атлылары сияқлы жұқа бұрмалы сауыт көкірекке тағылатұғын қалқан киген. Сондай-ақ биік болат шағалар олардың мойнын қорғап тұрған болса, дұбылғалар басты аман сақлаған. Және де құраллардан қылышлар, найзалар, жауынгерлік балталар, оқшай һәм оқлар кең тарқалған еді. Қарбір бөлім өзінің арнаулы айдарқа тәрізлі байрағына ие болған. Демек, қан мемлекет әскерлер өздерінің әскери өнері һәмде құрал жарақларына айрықша ітібар берген деуіміз мүмкін. Үлкен хан династиясы тарихында қаңлылар мемлекеті патшасының тұрақ жайы Лоюендегі Битян қаласында деп мағлумат беріледі. Басқа тарихи деректерде Лоюеннің аты ұшыраспайды. Сондықтан оның қай жерде жайласқаны анықланбаған. Ілімпазлар Битян қаласын Ташкент оазисінде жайласқан деп есептейді. Себебі тарихи деректерде айтылуынша, Яксарт Сырдария бойында Айемгі Қанха қаласы қалдықтары жайласқан. Ұзақ жылдық археологиялық зерттеулер алып бару нәтижесінде Қанха қаласы біздің эрамызға шекемгі 3-2 әсірлерде пайда болғанлығы анықланды. Демек, деректерде ескертілетұғын Битянның түзілген уақыты Қанқа қаласы пайда болған дәуірге сәйкес келеді. Бұл атлар бір қаланың екі түрлі аталуы. Бұл қала Сырдарияның оң тармақларынан бірі Ахангаранның төменгі ағысында, қазіргі Ташкент облысы Аққорған район аймағында жайласқан. Қанқа хақындағы дәслепкі мағлұматлар Авестоның ең ескі бөлімлері болған Яштларда Туран қауымлерінің тұрақ жайлары сипатында ескертіледі. Сасанилер дәуірі 224-651 жылларда деректерде бұл қала Қандеш емасы Қандез түрінде тілге алынады. Сондай-ақ Фердаусидің Шахнама шығармасында да Қанқа қаласы бірнеше мәрте тілге алынады. Бұнан тысқары орта әсірлер географларының шығармаларында бұл Айемгі қала Кеңкірак, Харашкент, Тарбанд атларыменен ескертіледі. Жоғарыда ескертіліп өтілген үлкен хан династиясы тарихында Қанқ патшасының жазғы қараргахы Лоюндегі 7 күнлік жол жүретұғын жерде жайласқан деген мағлұмат беріледі. Шигу жылнамаларында атап өтілуінше Қанқ хүкімдары қыста суықта, жазда ысы уақытларда бір жерде жасамайтұғын еді. Бұның менен бұл маусымлерде олардың тұрақ жайлары әрқилы жерде болуы атап өтіледі. Келтірілген мағлұматлардан Қанқ мемлекеті сол дәуірлерде де текарынан ярым отырықшы һәм ярым көшпелі қауымлердің мемлекеті екенлігін түсініп алу қиын емес. Отырықшы халықтан тысқары Қанқ мемлекеті шекарасында бірқанша қауымлер бар болып, олар диқаншылықпенен бірқатарда шаруашылықпенен де шұғыланып келген. Бахар һәм жаз айларында өз малларымен көшіп, жазғы қыслауларда, жазғы жайлауларда жасаған. Қыста болса, дәстүри қыслау орынларына көшіп барған. Антик дәуірде Қанқ патшаларының жазғы қорғанлары дәстүри қыслау орнынан арқада, яғни орта әсірлердегі Отырар қаласы аймағында, қазіргі Қазақстанның Арс һәм Түркістан қалалары арасында жайласқан. Кейініректе, яғни ерте орта әсірлер дәуіріне келіп, ярым қаресіз шаш хүкімдарлары Отырарды өз қоларында сақлап қалған. Бұл қала болса, олардың жазғы қорғаны есепланған. Біздің эрамызға шекемгі 2-1 әсірлерге келіп, Қан мемлекеті күшеюі нәтижесінде бірқанша уалаятлар оған бойсұндырылады. Қытай жылнамаларында қаңлыларға тиесілі төмендегі 5 уалаят хақында мағлұматлар бар. Сусе, Фуму, Юни, Ги һәмде Юген. Бұл уалаятлардың анық қайсы аймақларға туры келетұғын хақында бірден-бір мағлұматлар жүдә кем ұшырасады, бірақ айрым зерттеушілердің берген мағлұматларына бола Сусе кеш, яғни Шахрисабз,
Фуму Заравшандағы Кушания, Юни, Ташкент, Ги, Бухара hamde Югианды Үргенш һәм оның атраплары менен бірдей деп есаплайды. Бірақ қанға бағынышлы уәлаятлардың бұндай жайласуы толығы менен әлеуметтік тартыслы есапланады. Қан мамлекеті этникалық құрамы хархилы болып, оның әдеуір үлкен аймақларында Сагдиана, Уструшана hamde Ташкент оазисінде жасаушы диханшылық, өнерменшілік hamde сауда-саттық пенен шұғыланып келген отырықшы халық пенен бірге көшпелі һәм ярым көшпелі шаруа қауымлері. Сақлар, массагетлер, тахарлар һәм аланлар hamde басқалар жасаған деп айтуымыз мүмкін. Сырдарияның ортағысыларында жасаған қаңлылар Қан мамлекетінің дүзілуінде текарға орынды иелеген болып, Қан патшалары текарынан қаңлылардан ібарат еді. Біздің эрамызға шекемгі эрамыздың екінші әсірлерінде Қан мамлекеті өз рауажлануының жоғары шоққысына көтеріледі. Қан патшаларына бойсынатығын, ярым ғаресіз уәлаятларды бірлестірген бұл мамлекет өз уақытында әдеуір күшлі болып, өзбек мамлекетшілігі тарихында өз орнына ие. Егер антик дәуірде Орта Азияның құбыласында қалыптасқан Кушан һәм Парфия мамлекетлері, Ахаманилер, Александр, Салафилер текар салған мамлекетлер дәстүрлерін өзлестіріп рауажланған болса, Қан мамлекеті рауажлануында көшпелілер мамлекетшілігі белгілері бар екенлігі менен ажыралып тұрады. Бізге шекем жетіп келген жазба деректер һәм бүгінгі күнге шекем алынған археологиялық мағлұматларға текарланған зерттеушілер Қан мамлекеті, оның құрамы, сияси, мәдени һәм экономикалық тарихын жақтыландыруға, осы сияси бірлеспеде мамлекетшілік басқаруының қалыптасуы һәм рауажлануы хақында өз пікір қатынасларын білдіреді. Деректер Қан патшаларының атлары хақында мағлұматлар бермейді. Тек соның өзі белгілі, олар өз атларыменен бірге ру атында қолданған һәм Қан ханаданы хүкімдары деп аталған. Қаңта сайланған хүкімдарлардың хакимияты ақсақаллар кеңесіне сүйенгенлігі һәм сонымен бірге кеңес тарапынан шеклеп қойылғанлығын көру мүмкін. Қан хүкімдарларының қандай атақпенен аталғанлығы мәлім, бірақ кеңестегі ақсүйеклер уәкілдерінің қалай аталғанлығы түрлі тартысларды келтіріп шығарған. Антик дәуірдегі ұсынылар, юутшилар һәм қаңлардың хүкімдарлары ябғу атақ дәрежесіменен аталған. Қан мамлекеті алып барған сыртқы сиясат қоңсы мамлекетлер менен сауда байланысларын орнату, кескінлескен жағдайдың алдын алу һәм өз шекарасында тынышлық орнатуға қаратылған еді. Сонымен бірге уақыт келгенде атраптағы күшсізленіп қалған қауымлерге, оазислерге, уәлаятларға hüjum етіп, оларды өзіне бойсындыру айрым жағдайларда сыртқы сиясатты белгілеп беретұғын еді. Зерттеушілердің пікірінше, қаңлылардың ең жауыз дұшпанларынан бірі ұсынылар еді. Қан мамлекеті хакимияты басшылары ұсынылардың басқыншылық сиясатын шектеу мақсатында хунлар менен жақынласып, олар менен достық қатынастарын орнатады. Біздің эрамызға шекемгі бірінші һәм біздің эрамыздың бірінші әсірінде ұсынылар Қытай хүкімдарлары менен жақын қатынастар орнатып, хунлар һәм ханларға қарсы күрес алып барады. Өз кезегінде Қытай императорлары көшпелілердің өзара күреслерінен пайдаланып, өз жерлерін кеңейту мақсатында Қашқар, Яркен һәм Дауан жерлеріне hüjumлер шөлкемлестіреді. Қаңлылар Қытайлардың әскери һәм сияси мақсатларын түсініп, оларды өз шекараларына жақынлатпауға харекет етеді. Мәселен, Қытай әскерлері біздің эрамызға шекемгі 104, 102, 65 жыллары һәм эрамыздың бірінші әсірінде Дауан, Яркен һәм Қашқар уәлаятларына басқыншылық жүріслерін шөлкемлестірген уақытларда қаңлылар жәрдемге келіп, Қытайлардың басқыншылық жүріслерін жоқ етуде белсене қатынасады. Қан мамлекетінің құбыладағы қоңсысы антик дәуірдегі үлкен һәм құдіретлі салтанатлардан бірі Кушан мамлекеті еді. Қаңлылар бұл мамлекетпенен достық мұнасібет орнатуға харекет етуіне қарамастан, біздің эрамыздың бірінші әсірінде Кушанлар қаңлылардың мүлкілері есапланған айрым уәлаятларды өз шекараларына қосып алады. Қан мамлекетінің текарғы халқы отырықшы һәм ярым көшпелі тұрмыс кешірген болып, олардың атрабында шаруашылық пенен шұғыланушы көшпелі халықта жасаған. Отырықшы халық текарынан ойпатлықта, дария алапларында жасап диханшылық, бағманшылық һәмде өнерменшілік пенен шұғыланған. Қаңлылар диханшылығында арпа, бидай, тары, нохат, салық һәмде басқа да дәнлі өнімлер жетірістіру менен
тикарғы орында тұрған. Оазислерді жасаушы отырықшы халық болса, диқаншылықпенен біргелікте шаруашылықпенен де шұғылланған. Тарихи деректерде бұл халықтың сүт қатқылары һәмде заттар атлары бар екенлігі хақында мағлұматлар беріледі. Сондай-ақ шаруа малларының көпшілік бөлігі көшпелі һәмде ярым отырықшы халықлардың ықтиярында болған. Көп санлы шаруа малларды болса, маусымге қарап бір орыннан екінші орынға қарай айдап баққан. Қаңқ патшалары һәм оларға жақын болған адамлар жүдә бай шаруалар болған. Олар бахар келуіменен жақынлары, туысқанлары менен бірге жазғы қараргахларда, яғни отырарға барып жазды өткізеді. Күзде болса, қыслауды өткеру үшін қаңқа қайтып келеді. Археологиялық зерттеулердің нәтижелеріне бола отырар, Ақтепа, Қарауылтепа, Қауыншы, Шоштепа һәмде Мин-Өрік қарабаханалар орнында қаңқлардың қорғалары һәмде айымғы қалалар табылған. Қала һәмде ауылларда жасаушы отырықшы халықлар көшпелі һәм ярым көшпелілерге салыстырғанда жоғарырақ жасаған. Яғни бұл Ташкент оазисінде жасаушылар тикарынан диқаншылық һәм бақшылықпенен шұғылланған болып, олар арпа, бидай, тары, нохат, салық һәмде басқа да дәнлі егінлер жетілістірген. Меуілтереклер һәм жүзім атсылары да көп болған. Сырдарияның орта ағысында жасаушы қаңлылар тикарынан диқаншылық һәмде шаруашылықпенен шұғылланған. Қарамазар, Құрама һәмде Шатқал тауларында теміршілік, мыскерлік өнерінің рауажлану үшін зәрулі рудалар болған. Бұл жерлерден жүдә көп мұғдарда мыс, темір, күміс һәмде басқа да металлар алынған. Ұсталар har түрлі металларды бір-біріне қосып беккем құраллар жасауды да өзлестірген. Сондай-ақ күнделікті тұрмыслық бұйымлар іздеп шығарылып, ішкі һәмде сыртқы сауда үшін зәрурлі өнімлер таярланған. Қан қалалары қалың һәм биік диуалар менен қоршалған. Диуалардың сыртында қорғанның дөгерегі айланып терең һәм кең етіп қанде қазылған. Қалалардың бірнеше дәруазалары болған. Ірі қалалардан тысқары Ташкент оазисінде жүзге жақын халық жасайтұғын үлкен һәм кіші үй қорғанлар да болған. Бекем қорғану амаратлары һәм қорғанларға ие болған қалаларда қауым баслықлары, ру ямасы жәмәт ақсақаллары, байдәулетлі шыңырақлар һәм біраз өнерментлер жасаған. Тұрақшайлар тикарынан пақса һәм қам керпіштен салынған. Қаңқ мемлекеті халқының көпшілік бөлімі әсіресе дала шекараларында жайласқан макан жайларда, жертөлелерде, қапаларында һәм отауларда жасап ярым отырықшы һәм ярым көшпелі тұрмыс кешірген. Қаңқ мемлекетінде өнерменшіліктің көплеген тараулары, гүлалшылық, теміршілік, теріге ислеу беру, зергерлік, таскесерлік, тоқмашылық сияқты түрлері рауажланған еді. Археологиялық мағлұматлардың гуалық беруінше, ірі қалаларда өнерменшіліктің белгілі тарауына қанегелескен ұсталардың махаллелері болған. Зерттеулер нәтижесінде табылған реңілі күләл ыдыслар, археология іздемелер қалдықлары, бұлғары бұйымлар, атарба аспаплары һәм хархилы тағыншақлар табылған. Сондай-ақ қанға қарбақаналарынан жоңғары қатырапындағы төбеліклерден, Қауыншы-тепа, Шош-тепа һәм Ташкент оазисінің аймақларынан біздің эрамызға шекемгі біздің эрамыздың 3-ші әсірлеріне тиесілі археологиялық табылмалар да қаңқ мәдениеті рауажлануының үлкен үлгісі есапланады. Яксар Сырдарияның орта ағысында жасаушы қаңлылардың Сагдиана, Ферғана халқы һәмде Дарияның төменгі ағысында жасаушы қауымлер менен өзара мәдени һәм экономикалық байланыстары қаң мемлекеті мәдениетінің рауажлануына тикар болған еді. Сондай-ақ қаң мемлекеті аймақларынан Ұлы Жібек жолы тармақларының өткенлігі де мемлекеттің экономикалық һәм мәдени рауажлануына, қоңыс мемлекетлер менен саяси һәм дипломатиялық байланыстардың рауажлануы үшін фактор болып қызмет еткен еді. Эрамыздың 3-ші әсірінде қаң мемлекеті майда мүлкілерге бөлініп кетеді. Орта Азияның шығысында Сырдарияның жоғары бассейнінде жайласқан Айымғы Ферғана антик дәуір тарихында үлкен ахметке ие болған еді. Ферғана хақында грек-рим авторлары мағлұматлар бермейді. Бұл мемлекет хақында жазма мағлұматлар текарынан Қытай деректерінде, Ждансиян мағлұматларында, Симасиянның тарихы еске түсірулер, Бангунның бірінші хан династиясы тарихы шығармаларында беріледі. Бұл деректерінде бұл мемлекет Дуян ямаса Даван атымен естетіледі. Ферғана сөзде соғыт деректерінде фрагоник формасында жазылып, таулар арасындағы ойпатлық атрапы тұйықсайлық мәнісін білдіреді. Қытай деректеріндегі Даюянда таулар арасындағы ойпатлық мәнісін береді. Даван мемлекеті тарихы бойынша көп жылдар дауымында іліми зерттеулер алып барылып, соңғы жыллары өзбек ілімпазларынан Аскаров,
Xo'jayev, Matbabаев, Anarbayev, Qudratov, Hamdi Abulg'oziyeva, Abdullayev, Abdulxoliq Abdurasul uli siyahlilar arxeologiyalik ma'lumotlarda jazba deriklari menен salstirmali үйренүү текарында жұмыслар алып барып атырганына карамастан, бул багдарда еле көплеген мәселелер өз шешімін таппаған. Даван мамлекети қалаларының анық жайласуы, мамлекетлік дүзімі хамде басқаруы, мамлекеттің шекаралары, қоңсы мамлекетлер менен болған қатнасықлар, сондай-ақ жергілікті мәдениеттің қоңсы мәдениетлар менен қатнасықлары міне ұсылар қатарына кіреді. Айемгі Ферғана халқы бронза дәуірінде-ақ бұлақ суларының бірлесуінен пайда болған Қарадария тармақлары хәуіздерінде өзіне тән суғарлатуын диқаншылық мәдениетін жаратады. Яғни дәслепкі темір хамде антик дәуірлеріне келіп Ферғанада жергілікті мәдениетлар дәстүрлері текарында рауажланып атырған айемгі диқаншылық мәдениетлары бүткіл ойбатлықты қамтып алады. Сондай-ақ халықтың отырықшы тұрмыс тәрізі жәмиеттің экономикалық текарын құрай баслайды. Зерттеулердің нәтижесінде бола біздің эрамызға шекемгі 3-ші әсірден баслап Ферғана ойпатлығында қала құрылысы мәдениеті кең тарқала баслайды. Әне су дәуірден баслап Ферғана ойпатлығы арқалы өткен ұлы жібек жолы тармақлары бойлап Ақсыкент, Мерхамат, Хубо, Марғылан, Боб сияқлы айемгі қалалар пайда болады. Соның ұшында біздің эрамызға шекемгі 2-ші әсірге тиесілі Қытай деректері Ферғанада 70 үлкен кіші қалалар бар екенлігі хақында мағлұматлар береді. Симасянның тарихи еске түсірулер шығармасында Даванның екі пайтақты Ерши һәм Ючен болғанлығы хақында хабар беріледі. Бұл қалалардың жайласуы мәселесінде ілімпазлар арасында бірден бір пікір жоқ. Олар Озген, Мыңтөбе, яғни Мархамат, Қоқан, Касан һәм Ақсыкент орнында жайластырылады. Тарихшы Анарбаевтың пікірінше біздің эрамызға шекемгі 3-2 әсірлерде Дайюан Ферғана мемлекетінің пайтақты ескі Ақсыкент қаласы қарабақаналар орнында жайласқан. Ходжаевтың жазуына бола Қытай деректерінде тілге алынған Юанчэнг, Ючен атамасы ұйғырша аудармаланғанда Парғана қаласы, Паркана, Ақсыкент қарабақанасы болуы мүмкін. Зерттеушілердің айтуынша Паркана түсінігі таулар ямаса биіктіктер арасындағы тегіслік мәнісін аңлатады. Юанчэнг топонимі екі сөзден ібарат. Юан Паркананың қытайша аудармасы, Чэнг болса дөңгелегінде диуалар менен қоршалған қала мәнісін аңлатады. Ең айемгі жазба деректер Орта Азиядағы айемгі дәслепкі мемлекет бірлеспелері хақында мағлұматлар берсе де, Ферғана хақында бұндай мағлұматлар ұшыраспайды. Соған қарамастан Заднепровский айемгі Ферғана Даван патшалығы бар болғанын болжайды. Асқаровтың пікірінше біздің эрамызға шекемгі 1-ші мыңжылдықтың орталарынан алдыңғы дәуірдегі Ферғана хақында сөз етілгенде әдетте тек чифтом, яғни оазис түріндегі айемгі мемлекет текарларының пайда болуы түсініледі. Ілімпаздың пікірінше міне осы жағдайды есапқа алып, Ферғанада мемлекетшілік шамасы біздің эрамызға шекемгі 5-4 әсірлерде пайда болған болуы мүмкін. Асқаровтың бұл жұмағы екі тарихи дәлелге текарланған. Біріншісі міне осы дәуірге тиесілі археологиялық табылмалар Шорабашат мәдениеті, яғни өндіруші күшлердің рауажланғанлығы, өнім істеп шығару һәм сауда-саттықтың өсуі хақындағы болжауларды алға сүруге имканият береді. Екіншісі біздің эрамызға шекемгі 2-ші әсірде Ферғанада көп санлы қалалар болғанлығы хақында мағлұматлар бар. Біздің эрамызға шекемгі 2-ші әсірден Қашқардан Дауанға харекетленетұғын арқа жолдан каруан жолы харекеті басланады. Бұл жолдан жібек һәмде басқа өнімлердің халықаралық транзит саудасы әмелге асырыла баслайды. Бұл уақытқа келіп Дауан халқы көбейе баслайды һәм көплеген бекемленген елатлы пунктлер де пайда болады. Сауда жолында Дауан үлкен ахмиетке ие болып барады. Яса һәм Қарадария оазислерде көплеген қорғанлар сауда жолын қорғау мақсатында құрылған. Біздің эрамызға шекемгі 125 жылда Дауанға келген Қытай елшісі Жданцен бұл жерде ауыл һәм қалалары абат, суғарылатұғын диқаншылық һәм өнерменшілік қожалықлары жоғары рауажланған, күшлі әскери күштерге ие болған мемлекетті көреді. Жданцен Дауанның ауыл қожалы хақында мағлұмат беріп, былай жазады. Отырықлы халық жер сүреді.
жүреді, галле һәм шалы егеді. Оларда мусалла сортлы жүзім, жүдә көплеген жақсы атлар бар. Дауаның барлық жерлерінде жүзім шарабы дайынланады. Бай қожалықлар оны үлкен мұғдарда таярлайды. Бұл ішімлік хумларда бірнеше 10 жыллар давамында бұзылмай сақланады. Сондай-ақ бұл елші, бұл мемлекет халқы жүдә әлпайым, меймандос, кеулі ашық адамлар екенлігі хақында мағлумат береді. Қытай деректері айымғы Ферғанада диханшылық мәдениеті жоғары дәрежеде рауажланғанын дәлелдейді. Қытайлыларда әсіресе өзлері үшін бейтаныс болған жоңышқа һәм жүзім таң қалдырған. Деректерде және мынандай мағлумат бар. Қытай елшісі тұқым алып келді. Сонда аспан перзенті Қытай императоры өнімлі жерге жоңышқа һәм жүзім екті. Дауанылардың бағларында жүзімнен тысқары анар, ерік һәм басқа да мейуелі тереклер көп болған. Қытай тарихшылары бұл мейуелердің Қытайда пайда болуын дауан менен байланыстырады. Қытай деректері сондай-ақ айымғы Ферғана шаруашылығының өзіне тән тарихы болған жылқышылықтың жоғары дәрежеде рауажланғанлығы хақында мағлуматлар береді. Дауан мемлекеті антик дәуірде атақлы нәсілі атлары менен даңққа еріскен еді. Деректерден белгілі болуынша, оларды жетілістіруменен отырықшы халық шұғылланған. Дауанда жақсы атлар болып, олар Ерші қаласында атларды жасырады һәм хан елшісіне беруге разы болмайды. Дауанның белгілі аспан атлары суретлері түсірілген жартас суретлері біздің күнімізге шейін сақланып қалған. Атап айтқанда, Оштан 8 километр ұзақлықта жайласқан Айрымчатовтың жартас төбелерінде 30 сұлу атлардың суретлері табылған. Тап сондай суреттер Мархамат жанындағы Араван жартасынан, Навкат оазисі һәм Апшерсайдан да табылады. Бұл суреттер Дауан өзінің атлары менен айемнен белгілі болғанлығын тасдиқлап қана қоймастан, ферғаналылардың жоғары көркем өнер иелері болғанынан да дерек береді. Деректердің мағлумат беруінше, қоңсы мемлекетлері, атап айтқанда Қытай императорлары Дауан атларын жүдә қадірлеген. Дауан мемлекеті белгілі бір сияси бірлеспені шөлкемлестірген болып, мемлекетті басқарушы хүкімдарлар деректерде Ван патша титулы менен іс жүргізгенлігі естіледі. Деректерде Ван дәрежесіне ие болған Моцай, Чанфин, Моғуа, сондай-ақ Янлю сияқлы хүкімдарлардың атлары сақланып қалған. Бірден бір хүкімдар болған патша, яғни Ван, мемлекет ахметіне ие болған істерді ақсақарлар кеңесіне сүйенген халда шешкен. Деректерде мағлумат беруінше, патшаларға жақын адамлар, яғни олардың туысқанлар арасынан жәрдемшілер бір үлкен Фу Ван, сондай-ақ бір кіші жәрдемші Фу Го Ван тайынланған. Мемлекет хүкімдары яғы патша мемлекеттің сияси һәмде діни тұрмысында үлкен ахметке ие болған. Бұл процесте ақсақалар кеңесінде ахметі аз болмаған. Ақсақалар ұрыс һәм парақатшылық түзу мәселелерін шешуге қатынасқан, кейде олар хүкімдардың тағдирін де шешкен деп айтуымыз мүмкін. Мысалы, деректерде атап өтілуінше, ұрыста жеңілген үшін хүкімдар Ван Моцай ақсақалар кеңесіндегі ұлыма дауыс беруінде айыплы деп табылған һәм өлтірілген. Даван мемлекет аймақлары қалалар һәм оазислерге бөлінген халда басқарылған болуы мүмкін. Себебі деректердің мағлуматы беруінше, Ючэн қаласының хакімі Қытай әскерлері үшін азғауқат жеткеріп беруден бас тартқан. Зерттеуші Гурбунова har бір қаланың ітімал оазистің өз хакімі болғанлығы хақындағы болжауды алға сүреді. Ілімпаздың пікірінше, дәл осы хакімлер ақсақалар кеңесінің құрамына кірген һәм онда шешуші орынға ие болған. Асғаровтың пікірінше, ақсақалар кеңес алдында патша хүкімдарларының құқылары шекленген еді. Әсіресе ұрыс һәм тынышлық, дипломатиялық мәселелерді шешуші күш һәм құқық ақсақалар кеңес қолында еді. Соңғы жыллары Даван мемлекеті тарихы бойынша нәтижелі жұмсалып барған Матбабаевтың жазуынша, ішкі тәртіпті сақлау һәм мемлекетті сыртқы дұшпаннан қорғау үшін Даван мемлекетінде текарынан пияда әскерлер һәм атлы сауашшылардан барат болған 60 000 адамлық армия бар еді. Деректердің мағлумат беруінше, даванылар ат үстінде кәдір оқ атуда шебер болған. Жауынгерлердің құраллары оқжай һәм найзадан барат еді. Даван әскерлері ашық сауашқа кіруде де, ұзақ мүдделі қорғану ұрысларын алып баруды да
ұқыплы еді. Даванның аспан атлары һәм мамлекеттің өнімдарлы жерлері үшін біздің эрамызға шекемгі 2-ші ғасырдың ақырларында Қытай һәм Даван арасында әскери соғылысулар болып өтеді. Жузанцзян һәм Симасянлардың берген мағлұматларына қарағанда, Қытай императорлары Даванға 2 мәрте жүріс қылған. Бірінші атланыс біздің эрамызға шекемгі 104 жылда жөлкемлестіріліп, қытайлылар Даванның орайы ершіге жете алмай, Лабнорда қатты қарсылыққа ұшырайды. Бұндан тысқары өзгенде үлкен шығын көрген Қытай әскерлері қаңлылардан жәрдем кетірғанын естігеннен кейін император әскерлері даванлылардан 3000 аспан тұлпарын алып Қытайға қайтуға мәжбүр болады. Солай етіп Даван мемлекеті қытайлылардан өз ғаресіздігін сақлап қалуға еріскен. Өзінің бүткіл тарихы дауымында Даван мемлекеті ірі императорлар һәм күшлі мемлекетлері тәсіріне түспей, өзінің сияси еркінлігін сақлап қалған. Археологиялық табылмалар да әйемгі Даванның өзіне тән рауажлану жолына ие болғанынан дерек береді. Мысалы, Ферғана ойпатлығы біздің эрамызға шекемгі 6-4 әсірлерде Иран ахаманилер һәмде Александр Македонскийдің басқыншылықтарынан шетте қалған. Александр тек Ходжанд қаласына шекем келген деп болжауға болады. Салафкилердің де Ферғана ойпатлығына кіріп барғанлығы хақында мағлұматлар жоқ. Эрамыздың 1-2 әсірлеріне келіп, әйемгі Ферғана халқының отырықшы диханшылық мәдениеті жоғары дәрежеге көтеріледі. Өткерілген археологиялық зерттеулерге бола, Ферғана ойпатлығында бұл дәуірге тиесілі көп санлы халық тұрақжай маканлары, қорғанлар, қалалар һәм әйемгі қалалардың қалдықлары анықланған. Халық макан жайларының ойпатлықтың әр түрлі аймақларында кең тарқалуы, суғарылатұғын диханшылық һәмде ирригация жұмыстарын жоғары дәрежеде рауажланғанынан дерек береді. Мемлекеттің саяси һәм мәдени рауажлануында болса, өнерменшіліктің орайы болған әйемгі қалалар үлкен ахметке ие болды. Бұл дәуірге тиесілі археологиялық табылмалар диханшылықтан қанегелескен өнерменшіліктің бөлініп шыққанлығынан дерек береді. Бұл процесс өз кезегінде өнерменшілік һәм тау-кән санатының әртүрлі кәнлердің қазбалу және де рауажлану үшін кең имканиятлар жаратады. Бұл жерде Қытай деректерінде Даванда қорғасын, алтын, темір кәнлері қазбалынғанлығы хақында мағлұматлар бар екенлігін айтып өту керек. Қорғасын Хайдарханнан, темір, күміс һәм зумрат болса, Ферғананың құбыласынан, арқасынан һәм арқа батысынан қазып алынған. Бұл аймақлардан көплеген анықланған әйемгі кәнлер қалдықлары да жоғарыдағы пікірді тасдиқлайды. Өнерменшіліктің рауажлану һәм әйемгі жоллардың бар екенлігі себеплі Ферғана ойпатлығында Шығыс Түркістан менен алып барылған сыртқы сауда менен бір қатарда атраптағы тау ойпатлықларында жасайтұғын шаруа көшпелі халық менен бірге өзара алмасу рауажланды. Антик дәуір Ферғана естеліктерінің айрымларында Қытай теңгелері уши ұшыраса да, жергілікті теңгелер ұшыраспайды. Бұл жағдай натурал қожалық өнім алмасы үстінлік еткенлігінен дерек береді. Даван мемлекеті біздің эрамызға шекемгі 3-ші ғасыр, эрамыздың 3-ші ғасырлерінде бар болып, басқару системасы бойынша патшалық есапланған. Халықтың көпшілігі қалаларды жасаған. Ұлы жібек жолының пайда болуы да осы мемлекеттің гүлдеп жаснаған дәуіріне тура келеді. Шығыс Сагдиана шекараларынан Тан дәуіріндегі Қытай империясына шекемгі жолдың қауіпсіздігін тәминлеуде, азық-ауқат, жол көрсетушілер һәм аудармашылар жеткеріп беруде Даван мемлекеті тикарға рөл ойнаған. Демек, патшалық басқару системасы һәм ақсақаллар кеңесіне тикарланған. Даван мемлекеті өзіне тән өзгешеліктерден барат мемлекетшілік рауажлану дәстүрлерін дауам етіріп, Өзбекстан тарихында айрықша ахметке ие болады. Кейінгі алып барылатығын зерттеулер Даван мемлекеті тарихы мәселесіменен байланысылы көплеген сұрауларға анықлық кіргізетіғыны сөзсіз. Даван мемлекеті тарихын үйренуде төменгі жағдайларға ітібар беру керек. Біздің эрамызға шекемгі 3-ші ғасырге тиесілі Ферғана мемлекеті Даван һәм оның пайтақты хақында Қытай деректерінде ешқандай мағлұматлар жоқ. Бұл деректерде Даван бірінші мәрте біздің эрамызға шекемгі 2-ші ғасырдың 2-ші ярымында һәм ақырғы мәрте эрамыздың 3-ші ғасырның ақырында тілге алынған. Юан Қытай атамасының ұйғыр тілінде Парғана ямасы Паркана формасында оқылуы хақында бұл темаға тиесілі алдыңғы жылларда да зерттеушілер жазба деректерде Паркан атамасы бар екенлігін есапқа алып, бұл атама Ферғана түсінігінің тикарын
құрауы мүмкін. Паркан Ферғана халқы парканлылар. Бұл атама Геродоттың тарих кітабында да тілге алынған. Ахаманилер патшалары, салық төлегенлер деп болжап, Паркан һәм Ферғана топонимлерінің ұқсас тәреплерін көрсетіп өткен еді. Геродоттың хабарлауына қарағанда, париканлар Азия эфиопларымен біргелікте айымғы парсы мемлекетінің 17 сатыраплығын дүзіп, патша Дара бірге 400 талант салық төлеген. Бірақ Ферғана Ахаманилер мемлекеті құрамына кірмеген. Бұл дәуірдегі ферғаналылар соғд артындағы саклар сияқлы парсы патшалығынан ғарисіз болғанлығы ықтималдан алыс емес. Бірақ атап айтқанда, осы темаға тиісті деректерде мағлұмат жоқ. Қан һәм даваның өзінен кейін не ұлы ібадатханалар, не дауыслы жылнамалар да қалдырмай жоғалып кетті. Олардың пайтақтары әлдеқашан ойран болған, үкімдарларының атлары болса әйемгі қолжазбалардың өзінде жоғалып кеткен еді. Солай болса да олар бар еді. Біз бұны білеміз. Олар мәдениетлер тұтасқан жерде, империялардың шекараларында жайласқан болса да, оларға сіңісіп кетпеді. Олардың дауыслары Қытай жылнамаларының анық емес қатарларында, тарихи гүләл ыдыстың формасында. Сондай-ақ бір уақытлары сауаш ат шапқан жар тасқа суретленген суретлерде жаңлайды. Олардың өз жолы бар еді, ол тамамланды, бірақ із қалдырмай емес. Біз бұл тарихтың бүткілі жоғалып кетуіне жол қоймаймыз. Егер тарих айна болса, қан һәм даван олардың сәулеленбеген қырлар есапланады. Сіз Жайхон Жойбарының каналында едіңіз. Бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, лайк басың һәм достарға жіберіп қойын ұмытпаң. Кейінгі саналарда көріскенше, саламат болың.